Ақтөбеде Шалқар көлдің түбі тазартылатын болады. Жылдан жылға тартылып жатқан көлдің мәселесін Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі назарға алды. Бұл туралы министр Мағзұм Мырзағалиев Твиттердегі өзінің жеке парақшасында жария етті. Қазір аймақтағы өзекті мәселені шешу үшін арнайы жоба жасақталды. Республикалық бюджеттен жалпы сомасы 3 миллиард 52 миллион теңге бөлінеді. Биылға 432 миллион теңге қазынадан қаржы шықты. Экологтар соңғы 10 жылда көлдің суы азайып кеткенін айтады. Тіпті дабылда қақты. Бұрын көлде 25 миллион куб су болса, ал қазір 7 миллион куб суға дейін тартылған. Биылғы жылдың ақпан айында аталған өңірге министрлік өкілдері Шалқар көліндегі экологиялық жағдайды жан-жақты зерттеу жөніндегі комиссия барды. Табиғат сақшылары мұны климаттық өзгеріспен көл бойын жағалай өскен қамыстармен байланыстырады. Экологиялық апатты болдырмау мақсатында көл түбін тазарту жөнінде жобалық сметалық құжаттар жасақталған. Осы жобалық сметалық құжатқа сәйкес шөгінділердің негізгі бөлімі 2 миллион 750 мың текше метр жер снарядтарымен, қалған көлдің жиегіндегі 300 мың текше метр шөгінділер қырғыштар арқылы тазартылатын болады. Шалқар көлдің түбін су өсімдіктерінен және жылдар бойы жиналған органикалық заттардан тазарту көлдегі судың сапасын және көлдің пайдалы өнімін арттырады. Судың гидрохимиялық құрамының сапасын да жақсартады. Жобада көрсетілген бұл жұмыстар жүзеге асса, Арал ауданының экологиясына оң әсерін берерін хақ. Айта-айта жауырылған мәселені назарға алған министрлікке жергілікті тұрғындар да дән риза. Айтуларынша халықтың шаруашылық тұрмыстық сумен қамтамасыз ету жағдайлары жақсарады. Биыл біздің Шалқар ауданымызға өте бір жақсылықты хабар жетті. Ол хабар мына біздің Шалқар көлінің табанын тазартуға деген арналған қаражат бөлуіне байланысты. Осы қаражат бөлдігі туралы 10 шақты жылдың көлемінде қайта-қайта Шалқар халқының атынан ұсыныс жасалған болатын. Соны биыл біздің экология министрлігі осы біздің ұсынысымызды қабылдап алып, оны мемлекет басшысына жеткізіп, оны мемлекет басшысы құптап қаражат бөлгеніне алғысымызды білдіреміз. Шалқар халқының алғысында шек жоқ. Айта кетейік, Шалқар көлінің 120 шақырым жерде бір шоғыр ауылдық округі орналасқан. Онда құрылыстасын өндіретін жер қойнауын пайдаланушылар шоғырланған. Экологиялық заңнаманы қадағалайтын табиғат сақшылары сол маңдағы 11 кәсіпорынға жоспардан тыс экологиялық тексеру жүргізген. Нәтижесінде 8 кәсіпорынға 19 миллион теңгеден астам айыппұл салып, әкімшілік жауапкершілікке тартты. Қоршаған ортаға келтірген залал үшін 174 миллион теңгеден астам экономикалық шығындарды өтеуге нұсқамалар берілген. Бір шоғыр кен орнында қиыршықтас қазу салдарынан Шалқар көлінің таяздануы мен батпақтануы бойынша проблема осы уақытқа дейін ғылыми расталмаған. Осыған байланысты бұл мәселені реттеу үшін Қауылжыр өзенінің бастауына зерттеу жүргізілетін болады. Аслан Еңіслау, Нұрдәулет Әбекеев, Эко Ньюс.